Кайырлы күн достар, бүгін 4 түрлі ерекше салаттың рецебін ұсынамын. Арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар, видео ұнаса лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең әуелі сытый муж салатын дайындаймыз. Бұл өте дәмді салаттардың бірі. Аспа саңырауқұлақты, яғни вишенкиді соломка етіп тураймыз. Табамызға аздап сұйық май құйып, туралған саңырауқұлақты салып, оған тұз, бұрыш қосып, 5-6 минуттай қуырып аламыз. Саңырауқұлақты қуырып болғаннан соң, майсыз құр өзін ыдысқа салып алып суытамыз. Жұмыртқаны ыдысымызға салып, оған тұз себелеп, аздап қана сұйық май құйып, араластырамыз. Табамызды осылай құрғақ сүлгімен майлап алып, құймақ пісіргендей етіп жұмыртқаны құямыз. Екі жағын пісіріп аламыз. Енді омлетімізді соломка етіп тураймыз. Одан кейін қызанақты тураймыз. Қиязды соломка етіп тураймыз. Кепкен қара өрікке қайнап тұрған ыстық суды құйып 4-5 минутқа қалдырамыз. Қара өрікті турап шығамыз. Қайнатылған тауықтың төсетін соломка етіп тураймыз. Бағанағы қуырылған, суытылған саңырауқұлақты салып, үстіне тұз, майонез қосып, араластырамыз. Ыдысымызға салып, бетін чипсымен әсемдейміз. Әсемдеуге сондай-ақ петрушка қолдандым. Өз қалауыңыз бойынша әсемдейсіздер. Неке біздің салатымыз дайын болды. Бұл салат үй ішіне бәріне ұнады, әсіресе балаларыма қатты ұнады. Енді дәмді салаттардың бірі орландо салатын дайындаймыз. Дастарханға ерекше көрік береді, бәрін жасап көріңіздер. Мұздатылған жасыл бұршақты қайнап тұрған ыстық суға салып, оған лимонды сығып салып жібереміз. Үстіне тұз сеуіп, 2-3 минуттай ғана қайнатып аламыз. Шампиньон саңырауқұлағын турап шығамыз. Табамызға сұйық май құйып, туралған саңырауқұлақты салып, үстіне тұз, бұрыш себеміз. Шампиньондар қызарғанша қуырамыз. Қуырып болғаннан соң суытамыз. Фисташка жаңғағын ұсақтау етіп тураймыз. Оның орнына бадам жаңғағын немесе кешу жаңғағын қолдансаңыздар болады. Сиырдың тілін соломка етіп тураймыз. Сиырдың тілін тұз қосып 2,5 сағаттай қайнатамыз. Маринатталған қиярымызды соломка етіп тураймыз. Суға піскен жұмыртқаның ағын тураймыз. Енді салатымызды жинаймыз. Осындай кішкентай форма қолдандым.
Оған қуырылған бағанаға саңырауқұлақтарды қойып шығамыз. Үстіне майонез сеуіп шығамыз. Қасықпен тегістейміз. Оның үстіне фисташка жаңғағын қойып шығамыз. Майонез себеміз. Маринадталған қиярды қоямыз. Майонез себеміз. Енді оның үстіне сиырдың тілін қоямыз. Егер сиырдың тілін тұз қоспай қайнатсаңыз, онда осы этапта кішкене тұз қосып жіберсеңіздер болады. Жасыл бұршағымызды қойып шығамыз. Майонез себеміз. Жұмыртқаның ағын қойып шығамыз. Майонез сеуіп, бетін жақсылап тегістейміз. Жұмыртқаның сарысын ұсақ күштен өткізіп, салаттың бетіне өз қалауыңыз бойынша әсемдеп себесіздер. Ортасына мен фисташка жаңғағын септім. Мінекей дәмді арланды салаты дайын. Бәріңізге жасауға кеңес беремін. Ас болсын. Үйрек еті қосылған ерекше салат дайындаймыз. Көкөністерімізді турап шығамыз. Кәдіні және баялдыны осылай тураймыз. Енді светофор бұрышын тураймыз. Ақ жерлерін осылай алып тастаймыз. Турап болғасын көкөністерге тұз, паприка қосамыз. Оған күнбағыс майындағы сарымсақты қосамыз. Осындай көкөністерге арналған дәмдеуіш қостым. Бірақ бұл міндетті емес. Араластырып, маринадқа 15 минуттай уақытқа қалдырамыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста 20 минуттай пісіріп аламыз. Үйректің филесін осылай тураймыз. Оған тұз, паприка сеуіп, күнбағыс майындағы сарымсақ пен балды қосамыз. Араластырып, маринадқа 20 минуттай уақытқа қалдырамыз. Пештегі көкөністеріміз міне пісті. Қайнап тұрған суға жандоны немесе бұршақ қында үрме бұршақты салып, аздап лимонды сығып, 2-3 минуттай қайнатамыз.
Қайнап болғасын суытамыз. Маринатталған үйрек филесін майы жоқ табаға, яғни асты жабыспайтын табаға салып, 15 минуттай қуырамыз. Майы шыққаннан соң, майын басқа ыдысқа құйып тастаймыз. Кейін оған терияки соусын құйып, 15 минуттай бұқтырамыз. Ет дайын болғаннан кейін суытамыз. Суыған үрме бұршақты осылай тураймыз. Үйрек етіндегі осындай майларын алып тастасаңыздар болады. Тәрелкемізге көкөністерді қоямыз. Шпинатты саламыз арасына. Бұршаққында үрме бұршақты қоямыз. Өз қалауыңыз бойынша қоя бересіздер. Консервідегі қызыл бұршақты саламыз. Бет жағына үйрек етін қойып шықтым. Черри помидорын қоямыз. Әсемдік ретінде кедр жаңғағын септім, бірақ бұл міндетті емес. Ең соңында бетіне премиум соусты құйып шығамыз. Мінекей біздің салатымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Енді тай салатын дайындаймыз. Дәмді теплый салаттардың бірі. Сиыр етін осылай соломка етіп тураймыз. Оған тұз, паприка себеміз. Күнбағыс майындағы сарымсақты қосамыз. Аздап соя тұздығын қосамыз. Араластырамыз. Ерекше дәм беру үшін тимьян жапырағын үстіне қойдым. Маринадқа 20-30 минутқа қалдырамыз. Табаға сұйық май құйып, маринадталған етімізді салып шығамыз. Етіміз қуырыла береді. Сол аралықта біз баялдыны тураймыз. Соломка етіп турап шығамыз. Еттің қасына баялдыны қосамыз. Баялды қызарғанша қуырамыз. Чесночный стружкиді осылай тураймыз, яғни ауызға сиятындай етіп. Турап болғасын табамызға салып 3-4 минуттай қуырамыз. Енді пиязымызды турап шығамыз. Сары және қызыл түсті светофор бұрышын тураймыз. Аздап чили бұрышын тураймыз. Табаға салып 1-2 минуттай қуырып аламыз. Қуырып болғаннан соң соя тұздығын қосып, тәрелкемізге майсыз етіп саламыз. Бетіне қуырылған күнжіт септім, әсемдік ретінде. Мінекей тайский салат дайын. Достар, видео ұнаса достарыңызға поделиться етіп,
лүпіл басып пікір қалдырып қойыңыздар. YouTube арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше.